Ағайынды Кариевтер терезеге телміріп, туыстарын тағатсыздана 2 жылға жуық уақыт күтті. Бірақ нағашы ата-әжесі балалар үйіндегі немерелерін іздеп келмейді. Біз мамамен сөйлегенде, мама жылайды. Мен тосылайым, сонда мама жыласы. Айша, Раяна, Ибрагим және Фатима тірі жетім. Аналары Зарина Кариева Ирак түрмесінде отыр. Қарағандылық келіншек бақыттың бағасын білмей адасты. 2000 жылдардың ортасында тұрмысқа шығады. Жолдасының ықпалымен дінге бет бұрады. Бірақ ұстаз алдын көрмепті, мешітке де бармаған. Ол қаумалаған көп сұрақтың жауабын жақсылықтан қашық, надандыққа асық топтан алады. Кейін жолдасы қылмыс жасап, абақтыға аттанғанда 30 жастағы келіншек Ауғанстанға қарай ауады. Лаңкестер арасында Зарина Фирдаус Айша деген лақабатпен танылып, қырғыз азаматымен көңіл жарастырыпты. Жалпы зайырлық дегенде бұл атеизм, дінсіздік деп түсінеді. Жоқ. Зайырлық деген сөз әр адамның өзіне құқық беру. Ол дінін, ол салт дәстүрін, ол ұлттық болмысын ұстануға құқылы. Мемлекеттің талаптары бар, соған бойынсынып, талаптарын орындаса болды. Қара көздеріміз туған жер тастап бөгде елге аттанып кетті. Көптеген балалар жетім қалып, азғындыққа, адасушылыққа барған адамдар қиямет күні жауап береді. Лаңкестерді қолдап, қарулы қақтығысқа қатысқан анасын Бағдат билігі өмір бойына бас бостандығынан айырды. Жалпы бейбіт өмірдің берекесін белуардан қан кешіп барып бірақ ұққан 8 жерлесіміз қапасқа мәңгіге қамалды. Дүниежүзі бойынша бірнеше санаулы мемлекеттер ғана осындай өзінің азаматтарымен өзінің балаларын сыртқы елден өз еліне қорықпай алып келген. Ерлікке пара-пар қадам жасалды, параллельно құжаттарды дайындап отырдық. Министрдің бұйрығымен осы жағдайда әрбір мемлекеттік органның жауапкершілігін туралы бәрін заңдастырып бекітіп отыр. Алғашында Кариевтер аналарымен бірге абақтыға аттанған еді. Бірақ Қазақстан балалардың тағдырына бейжай қарамады. Мемлекет басшысының тапсырмасымен Русафа операциясы қолға алынды. Жеткіншектердің Қазақстан азаматтары екенін дәлелдеу үшін ДНК сараптамасы жасалды. Елдегі ағайын туыстары іздестірілді. Дипломатиялық келіссөздер нәтижесінде жалпы саны 14 бала елге қайтарылды. 2019-ның 27 ноябрь күні алып келген кездегі сол ситуацияда сол эмоцияны енді айтып жеткізу өте қиын. Түрлерінде бір қорқыныш, үрей болады. Соғыста олар бір адамнан қорқатын болып қалған. Ал біз қазіргі күнге дейін олармен тіке барып, сөйлесіп, олардың өзінің еркін ойларын айтады. Қазақстан сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған дегенде, я сол позицияны ұстайды. Өйткені Қазақстанның болашағы, елбасымыз айтқандағыдай, болашақ ол жастардың қолында. Елге жеткізілген 14 баланың 10-ын жақындары алып кетті. Ал ағайынды Кариевтер коммуналдық мекемеге аттанды. Мама, мен сені сағындым. Заринаның екінші жолдасы мерт болған деген дерек бар. Былтыр сол азаматтың туыстары 4 баланы асырап алуға ниет білдірді. Карантинге байланысты шегеріліп келген маңызды миссия жақында жүзеге асты. Қазақстан тарапынан бекітілген жауапты мамандар ағайынды Кариевтерді Қырғызстанға аман есен жеткізіп, туыстарына табыстады.